ақ жайық ару мекені табиғатыңа сенің кім жетеді, шәкірттерің қашанда сұлуыңды өтеді демекші. Осындай керемет 3D форматындағы макет. Мен Жақсылық Әлижан, Павлодар жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Технология пәнінен және үйірмеден беретін жетекшім Мозадали Исем Бұқайұлымен бірге жасалған ақ жайығым айдан ару мекенім атты 3D форматтағы макет. Бұл саябақтың аты болашаққа саяхат деп аталады. Енді бізде бірінші кететін оң жақтан Американ горкі міне. Екіншісі міне аңдармен саяхат атты карусель. Ал үшіншісі балық бейнесі бейнеленіп тұрған бассейн. Төртіншісі тир міне. Мына аттракцион ертегілер еліне саяхат деп аталады. Ал мына демалыс орны осы жер. Бұл жерде киіз үй бейнеленген. Бұны сахна ретінде алдық. Ол жерде түрлі ойын-сауық бір концерттер жүруге болады. Өзен жағасында тұрған әп-әдемі.
Бізде осындай шырша шығу үшін ең алдымен біз губканы пайдаландық. Біз керегінше өз формасын қиып аламыз ең алдымен. Керегінше қайшымен дұрыстаймыз, сосын краски бояймыз. Керемет шырша шығады. Бұл кезде керемет міне шыршамыз шығады. Осындай ПВХ таяқшаларды пайдаланып, біз осындай шамдарды пайдаланып көріп тұрғанымызда, енді ғана саябақта осындай шамдар көп қолданылады. Және осындай ойыншықтар көп кездеседі. Көп қолдандық негізінде. Саябақта керекті дегенді алып, жөндеп керемет қойдық. Енді осындай материалдарды пайдаланып күннен қалмай, шаршамай кәдімгі бір апта бойы істеп көріп тұрғанымызда керемет макет шықты. Саламатсыздар ма? Мен Мурзагалиев Бейсен Букович, Павлодар орта мектебінің технология пәні мұғалімін, көркемдік пәнінің. Жақсылық Алижан оқушы екеуміз макет жасаудамыз, байқауына қатысып жатырмыз. Ақжайық айдайыру мекенінің атты саябақ макеттерін жасауда қатысып жатырмыз жасауға. Бұл Жақсылық Алижан өте жақсы суретті салады, жақсы қолынан келеді. Мақсатымыз оқушыны ары қарай дамытып, өзінің макет жасауда үйрету, сурет салуды үйрету. Сонымен қатар бұл бала ары қарай архитектора саласында дайындау, архитектор болғысы келеді. Қазірден бастап осы әртүрлі макеттер жасап, табиғи материалдармен жұмыс жасап, суреттер салып жүрміз. Бұл оқушым өте әртүрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындар алып жүр. 8 қырлы бір сүрел деп айтуға болады. Алижан екеуміз бүгінгі байқауға қатысып отырып, макет жасап, бұл макет жаңағы ОВХ-лардан, әртүрлі ойыншықтардан, түрлі тұстағы бойлардан құрастырылған. Болашаққа саяхат атты аттракцион. Түрлі ойыншықтарды пайдалану арқылы болашаққа саяхат деп ат қойдық. Осындай біздің қаламызда жақсы демалатын орындар көп болса, ата-аналарымыз, оқушыларымыз сол жерге демалып
демалыс орындары көп болса, жаңағы сондай мақсатта жоба жасап жатырмыз, байқауға қатысып жатырмыз. Алдағы уақытта да түрлі жұмыстар жасай береміз. Ары қарай оқушыны ары қарай архитектор, дизайнер, ландшафтный дизайнер деген мамандыққа дайындап жатырмыз. Енді өзі жаңағы істеген жұмыстарын айтып көрсетіп кетер.